Саламатсыздар ма, студенттер? Мен Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясының Ақтау көлік колледжінің арнайы пән оқытушысы Бақытжанқызы Үнжу. Сабақтың тақырыбы жартылай өткізгішті диодтың түрлері. Сабақтың мақсаты жартылай өткізгіш диод туралы толық мағлұмат беру, диод түрлері мен оның жұмыс принципімен таныстыру, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы, шығармашылық ойлауын дамыту, және оқушылардың ізденімпаздылығын, іскерлігін және маман иесі ретінде жауап беру қабілеттерін бағалай отырып, адамгершілікке, әдептілікке баулу. Диодтың түрлері. Диод 12 түрге бөлінеді. Түзеткіш диод, стабилитрон, стабистр, шотки диод, варикаптар, импульстік диодтар, УЖЖ диоды, туннельдік диоды, қайтымды диоды, фотодиод, сәуле шығарғыш және магниттік диодтар болып бөлінеді. Диодтың көп тараған түрлері. Олар түзеткіш диодтар, импульстік диодтар, стабилитрондар, туннельдік диодтар және варикаптар. Диод дегеніміз электротоғын бір қалыпта бір бағытта өткізетін шаманы диод деп атаймыз. Түзеткіш диод дегеніміз бұл айнымалы тоқты тұрақты тоққа түрлендіру үшін қолданылады. Түзеткіш жартылай өткізгішті диодты көбіне жартылай өткізгішті кристалдан жасайды. Түзеткіш жартылай өткізгішті диод радиоөнеркәсіпте, радиоэлектрондық аспаптарда, өткізгішті диодта немесе тағы басқа жерлерде қолданысқа ие. Фотодиод дегеніміз ішкі фотоэффектіге негізделген ПН ауысуынан тұратын екі шықпасы бар фотоэлемент. Фотодиод ПН ауысу арқылы жұмыс атқаратын шама. Фотодиод қолданысқа ие радиотехникалық құрылғыларда, фотоаппараттарымызда, сымсыз телефондарымызда. Стабилитрон өзі арқылы өтетін электротоғы. Варикап дегеніміз айнымалы тоқпен сыйымдылық арқылы жұмыс атқаратын шаманы варикап деп атаймыз. Варикап радиоэлектрондық құрылғыларда параметрлік күшейтуге, жиілікті көбейтуге үшін арналған құрылғы. Туннельдік диод дегеніміз бұл германиядан, галлийдан, арсенийдан жасалатын диод. Туннельдік диод ПН ауысуы, НПН ауысуы арқылы жұмыс атқарады, және бұл диод көбінесе туннельдерде, қараңғы жерлерде қолданысқа ие. Импульстік диод. Импульстік режимде жұмыс жасайтын көптеген диодтар жатады. Импульстік диодтар автоматты реттеуді, электронды схемаларды есептеу құрылғыларын ақпараттық түрлендіргіш блоктарына, радиотехникалық құрылғыларда пайдаланылады. Импульстік диод жиілік интервал импульс арқылы жұмыс атқаратын шаманы импульстік диод деп атаймыз.